Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте тез дайындалатын жеңіл салат дайындаймыз. Ең алдымен бізге шұжық керек болады. Шұжықты осылай алдымен дөңгелек етіп турап, соңынан ұзынша етіп турап шығамыз. Барлық қажетті көкөністерімізді осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Өте тез дайындалатын тойымды салаттардың бірі. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Дәмі керемет шығады. Мінекей шұжығымыздың барлығын кесіп алдық. Енді құрақ ыдысымызға салып, қиярымызды да осылай алдымен дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Одан кейін барып ұзынша етіп кесеміз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті тіркеліп өтіңіздер. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей қиярымызды болып қалдық. Енді қызанағымызды тураймыз. Мен төменде описанияға қанша дана кеткенін жазбадым. Себебі бұл салат үйдегі адам санына байланысты көбейтіп, азайтып жасай бересіздер. Сол себепті неге қажет екенін жазбадым. Шұжық, қияр, қызанақ және де бір пиала піскен күріш. Күрішті қалай пісіруді ойланып отқан болсаңыз, төменде менің видеоларымның арасында күрішті шашыратып пісірудің әдісі бар. Сол жерден қарап пісіре аласыздар. Оның үстіне майонезімізді дәміне қарай кішкене шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді осынымызды тарелкеге салып, шайға ұсынуға болады. Өте әдемі болып шықты, керемет болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайындалатын витаминге толы салаттардың бірі. Менің арнама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Рахмет.